Сәлеметсіздер ме? Мен Тәжбекова Айда Ашыбекқызы, Қарағанды Сән колледжінің өндірістік тәжірибе шеберімін. Менің бүгінгі мақсатым сіздерге 3 өлшеммен тік белдемшені матаға сызып көрсету. Ол үшін ең бастысы сізде таспа, қалам, мата, сабын және де линейка сияқты басқа да құралдар қажет болады. Біздің басты өлшеміміз ол бізде белдің айналымы, бөксенің айналымы және де ұзындығы болып келеді. 96 см шыққан болатын, бірақ біз параққа оны жартылай жазамыз, яғни біз 36 және 48 см деп алдық. Ұзындығын әркім өзі таңдайды. Мысалы, бізде 60 см. Және бізде прибавка деген дүние бар, оны ұмытпау қажет. Мысалы, прибавка по талиямен 1 см, по бедрам 2 см алдым. Яғни 36-ға 1-ді қосасын тең 37, 48-ге қосасын 2, 50. Осы 50 см бізде базовый сетканың барлық ширинасы болады. Енді бізде осы базовый ширина базамыз, яғни юбканың базасы 4 бұрыш болғандықтан, біз оны передний полотнище и задний полотнище деп бөлеміз. Юбканың арты және алды. Енді осы задний полотнище мен передний полотнищені табу үшін осы 25 см-ді, яғни екі жаққа да жазбасақ болады. Біз ұмытпауымыз керек. Передний полотнище, яғни алды бізде 1 см-ге үлкен болады әр кезде. Яғни 25-ке біз передний полотнищеға 1 см қосамыз, болады 26 см, ал задний полотнищеден 1 см-мізді алып тастаймыз. 24 см, яғни бізде задний полотнище мына жерде 24 см болса, передний полотнище 26 см болып шығады. Енді бізде выточка не екенін көбісі біледі. Ол бізде беліміз бен бөксеміздің арасындағы айырмашылық. Оны табу үшін біз мына 25 см-ден 18-да 5 см-мізді алып тастаймыз. Мына жаққа мен выточка деп жазайын. Түсінікті болу үшін. Выточки. Бізде выточкамыз үшеу болады. Яғни передний полотнищеда выточка болады, задний полотнищеда выточка болады. Және де біз мынау по боковому бізде выточканы жасау керекпіз. Выточканы ең үлкен бізде бөксемізде шетінде болады. Одан кейін задний полотнищеда, одан кейін передний полотнищеда. Яғни біз оны былай жасақ болады. По боковому задний полотнище и передний полотнище. Енді по боковому біз 0,5-ті көбейту керекпіз. Мына екеуінің айырмашылығына, то есть 25 см-ден біз 18-да 5 см-ді алып тастаған кезде, так 7-да 5 см болады. Осы 7-да 5 см-мізді бөксемізге қосу үшін, салу үшін, яғни 0,5-ке көбейтеміз, задний полотнищеда көбейтеміз 0,3-ке, передний полотнищеде 0,2-ке. Себебі ең аз выточка бізде передний полотнищеда болады. 7-да 5-ке, 7-да 5-ке, және де тағы 7-да 5-ке көбейтеміз. Бізде сонда 0,5-те 7-де 5-ке көбейткенде 3-та 7, 2-да 3, 1,5 см болып шығады. Егер біз осы соңғы шыққан сандарды алып қарасақ, бізде 7-да бәрін алып қарап бір-біріне қосып матамызды дайындаймыз. Матамызды дайындаған кезде біз оны обязательно іріктеп алуымыз керек. Одан кейін мен қазір матаға мына жақта сызған дәл осы 4 бұрышты түсіремін. Уақытымызды көп алмай қояйық, бірақ бір нюанс бұл жерде, яғни бізде задний полотнище мен передний полотнищенің боковой жағынан қосу үшін бізде припуск деген дүние бар. Не только боковой жағынан, бізде бел жағынан және белдемшенің астыңғы жағынан тағы да припуск деген бар. Припуск бізде болады. Астынан біз 4 см қосамыз. Асты 4 см. Боковой жағына біз 1,5 см алса жетеді, және белдемше қосатын бел жағынан, талия жағынан, былайша айтқанда 1 см алсақ бізге жеткілікті болады. Енді осы 4 бұрышымызды матаға түсірсек, матамыз бізде үтіктелген, нит основасы көрсетілген болу керек. Мен қазір көп уақытты алмайын. Яғни бағана көрсетілген барлық дүниені мен осы матаға салып көрсетемін. Қараңыздар, мен матаның 4 бұрыш сызып алдым. Мына сызыққа мән бермеңіздер, ол дұрыс емес. Енді астынан мен сразу 4 см сызып дайындап аламын. Осы 4 см-ден мен үстіңгі жағына 60 см тастаймын. Себебі бізде белдемшенің ұзындығы 60 см. Бірдестен 61 қылып тастасаңыздар да болады, себебі үстіне біз 1 см припуск тастаймыз. Жанына бізде задний полотнищеде, егер бізде шлица болатын болса, немесе средний шов болатын болса, 1,5 см тағы да қалдырамын. Біз припускымызды қалдырдық. Енді талиясынан біз бөксемізді табу керекпіз. Бөксе бізде 18-20 см-дің арасында болады. Яғни біз төбесін 60 см-ді жүргізіп өту керек боламыз. Одан кейін осы талияның линиясынан астыға 20 см тастаймын. Бұл бізде бөксеміз болады. Енді парағымызға қарасақ, задний полотнище менде 24 см болатын. Енді осы линиямыздан бастап 24 см қалдырамын. Кадрға сыю үшін мен матаны олайда былай қозғалтып жатырмын. Негізі олай істеудің қажеті жоқ. Мынау менде задний полотнище. Задний полотнищенің ширинасын таптық. Енді бізде мына жақта по боковому бізде выточка бар. 3-та 7. Осы 3-та 7-ні біз мынау передний полотнищеға и задний полотнищеға бөлу керекпіз. 3-та 7-ні 2-ге бөлсек бізде 1,7, 1,6 см шығады. Сол 1,6 см-мізді белінен қалдырамыз. Осы 1,6 см-ді біз бөксенің, мынау бөксе мен боковой жақтың қиылысқан точкасымен қосамыз.
Енді бізде заднее полотнищеде выточка бар. Ол выточканы табу үшін 24 сантиметрда, яғни барлық ширинасын екіге бөлеміз. 24-ті екіге бөлсек, бізде 12 сантиметр. Осы 12 сантиметрді біз жүргізіп шығамыз. Заднее полотнищеда выточканың ұзындығы бізде 6 сантиметрден 10 сантиметрге дейін бола алады. Мен ортасынан 9 сантиметр таңдаймын. Енді бізде заднее полотнище дейін бар. 2-де 3 сантиметр. 2-де 3 сантиметрді біз олайда бұлайда екіге бөліп, тағы да қалдырамыз, яғни 1-де 2 қылып, екі жаққа бөлеміз. Осылай бізде выточкамыз сызылады. Енді бағана айтылғандай, мынау бізде боковой жағы. Боковой жағына біз міндетті түрде припуск қосу керекпіз, себебі біз матадан сразу қиып, одан кейін жұмыс жасайтын боламыз. Мынау бізде боковой шовымызға припуск. Переднее полотнищені дәл осылай сызамыз. Оның ортасындағы выточкасы да дәл осылай табылады. Яғни біз ширинасын екіге бөліп, төбесіне выточканы сызамыз. Бірақ выточканың длинасы ол кезде 5 сантиметрден 7 сантиметрге дейін болады. Мен переднее полотнищені, заднее полотнищені сызғандай дәл солай сыздым. Ширинасы менде 26 сантиметр, одан бөлек менде екі жағында да 1,5 сантиметрден припуск бар. Выточкасы менде 5-7 сантиметрге дейін, бірақ бұл кезде айтып кетерім, бізде боковой жағынан белден 1 сантиметрге екі жағы да көтеріледі. Сонымен бізде юбкамыз дайын. Тамашалағандарыңызға рахмет.